Сыныптасың съемкасы басталады, құдай қаласа. Соған осындай рациялар алып жүрміз. Бульман да. Қарашы, активе ішіп отыр ғой бұл бала. Ішуге болмай ма? Ішуге болады просто, өмір түрі. Сен қандай өмір сүріп отырсың, мен қандай өмір сүріп отырсың. Құстырып жатырмын. Не істеу керек болсын? Жұмыс істеу керек сияқты, ә? Бәлә, нихуя жұмыс істесең. Ешке ішіп жатасың ғой. Сәл қатты жұмыс істеп кететін болсаң, науқас болып кетейін деп тұрып па не сонда? Бүгін қызым роддомнан шығады. Сен оформление істеп кетті. Рахмет көп-көп. Вот, саған енді жұмысын шашқан жақсы көресің ғой. Алады, шаш. Алады, шаш бүйтіп. Бұда шаш. Мына шаш. Қара бейт қара. Шаш. Әне, сен жақсы көретін жұмысы. Опа. Жұғысы болсын бойдақтарға. Мен қызымның кіндік әке-шешесі Медет пен Диана. Қызымның кіндік әке-шешесі. Осы кісілер болам деді, болу керек болып тұр. Қызым осыдан 2 жыл бұрын дәл осы перзентханада кішкентай қара қыз болып шығып еді. Бүгін жүріп папа деп қойды. Науни? Айтатын едім ғой, менің жастағылар уже 2-ші рет әке атанып жатыр деп. Командада 3-ші бала. Сен қашан? Құдай қаласын, кішкентай қалды. Папа болып жатыр, я. Зарина беріңіз. Қай алақ ма? Там камера стоит, смотрите. Там камера. Шексіз ормандаған. Берсең, ғали. Дария құтты болсын. Азаматтың қызын шығаруға келдік. Ой, қызым туылып отыр. Әке ғой, прикинь. Мен ең арасындағы сәл мужиковой тетіп кеткен мен екен. 2 баласы бар ғой. Жұғысы болсын. Жұғысы болсын бойдақтарға андай бата бар ғой, андай соны смайлинг басыңыздар. Құдай қаласа, мен жолымды берсін.
Instagram'da. Емшегін ұстама. Емшегін ұстама. Салам алейкум. Анам бір баламен емшегін ұстап. Ой, бұл күн ыстығында бұл осындай бір су керек болып еді. Жақсы болды. Ой, бәрі алжақ. Нағашым келіп бүгін. Нағашыммен жақсы бір демалыс сүріп отыр. Мынау нағашымның келіншегі. Мынау туған сестренкасы. Мен оларым демалып. Нағашымның келіншегі. Ассалаумалейкум достар. Біз Яланға келдік. Қарсы Таиландта біз жеген фруктылар тұр міне. Мангустин деп аталады. Іші чеснок мына. Драконный яйцо дейді бұны. Он чем істеймін? Манго. Арбуз арасы. Моя. Ей, суға мұз деп салқындатып қойып, қасықпен ойып жейді ғой, жүрегінше. Деп қойып, әліп деп қойып. Қазір енді Яланға ақыры келдік қой, сонымен Бугульман екеуміз ақылдасып, мопедке бір аксессуарлар алып, тюнинговать етсек па деп жатырмыз. Қалай қарайсыздар? Кеттік па. Ойбай, күн ойбай. Бугульман айтты, короче, Яланнан таппаймыз. Шайтан арбаға барайық, сол жерде полный аламыз дейді. Чё там Ялян, базар, мы ашып кетті. Жігіттер шайтан арбаға кірдік. Шайтан жоқ екен, арба бар. Мынандай заттар алдық. Мопедтарыңыз, короче, айдаладан жарқырап көрінсін деп. Lexus не ғой? Подфарник қой. Лента. Подфарник бүйтіп жүгіріп жанатын қып істейміз. Одан кейін қызыл көк. Мына екеуі а**тар. Мынау не? Сурикава. Сурикава? Сурикава! Әдем көріне ма? Сөйтіп тұрады ғой, короче, мопедтарыңыз. Сосын мынау астына подсветка. Астыларыңыз жанып жүреді. Көк қызыл. Трассаға ше. Қазір Амон братанға барамыз да, бір горилласын әперіп, братан сап бер деп жабысып бір салдырып алу керек болып тұр осыларды. Фантазиямыз таусылып қалды. Не аламыз, не саламыз. Акрап, жалпы акрап маған өзіме ұнамайды. Моторға да зиян. Расходтарыңыз көбейеді. Акрап зачем дедім да. Дополнительный фарлар бар. Киіп жүрген шлем тоже беріп жіберем ұтқан адамға. Полный комплектен кофрын ғана салу керек. Кофрын алам енді бар. Жолда трассада бейт жел айдап қарасаңызшы астын жыртып жіберген ғой. Жалпы енді технически зор болып тұр. Енді не салайық? Айтыңыздар комментарийға.